бізге шарт қойған. Сендер жаңағы пенсионерлердің несін жасын көбейтесіңдер. 63-ке еркектерге 60-тан 63-ке көбейтесіңдер, әйелден 58-ден 61-ге көбейтесіңдер деп. Сол шарттың несін қолдаған кезде сонда ғана біз сіздерге Қазақстанға ақша береміз деп. Соған келіскен Назарбаев. Көрдіңіз бе, иә? Пенсионерлердің несін зейнетке шығатын жасын көтеріп, шетелдерден ақша алған процентпен. Сонда өзінің шотында 1 миллиард доллар бар екен. Көрдіңіз бе? Халыққа, зейнеткерлерге, басқаларға жалақысын, несін, пенсиясын төлемей тұрып, өзінің жеке шотында 1 миллиард ақша болған. Сөйте тұра 360 миллион доллар қарыз. Одан да басқа қарыз алған тұғын. 200 миллион доллар алған, 150 миллион доллар басқа мемлекеттерден алған. Экономикамызға ақша жетпейді деп, көмектесіңдер деп. Сон жаңа 2001 жылы парламентте осы талқыланды. Бұл қалай сонда Назарбаевтың өзінің жеке шотында 97-96 жылдарда 1 миллиард доллар бола тұрып, біз жаңа шет алақанымыз жайып, қолымыз созып, ақша сұрағанбыз деп. Ол қалай деп. Ол кезде марқұм Серікболсын Әбділдің ағамыз болды, ол кезде жаңағы Төлен Тоқтасынов болды, Зәуреш Баталова осы мәселені көтерді олар. Сонда Назарбаевты шақырмай ма? Мен ол кезде бармын парламентте. Назарбаевты шақырмай ма? Не? Давай, кел жауап бер. Бұл халықтың ақшасын сен жеке шотында Швейцарияда қалай?